Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Армағайын, сіздермен қайта жүздескенімізге қуаныштымыз. Біздің киелі Тараз шаһарына саяхатымыз әлі жалғасуда. Нео саумалды ішіп, оның пайдасын көрген біздің тұтынушыларымызбен бүгін әңгіме өрбітіп, қандай өзгерістер бар екен қазір бірге білеміз. Сондықтан арнаны ауыстырмаңыз. Мен де Құдай тегін жаратқан адам емеспін, өскен жерден шыққан адаммын. Бұл жерде сіз енді немереңізбен шағыстырайын деп жатқан жоқпыз, апа? Осы балаларым Таразға неге келмейді екен деп бір рет айттым. Біз ешкімнің аузына сөз салып бермейміз. 2 операцияға түстім. Бұрын сонда мүлдем көрмейтінсіз. Мүлдем көрмейді. Мына көзім овшы көрмейді, мына көзім енді көреді, салса жолымды білемін. Біз бүгін Аселхан апамыздың үйіне келдік. Апамыз Тараз қаласында. Аселхан апа, амансыз ба? Аман жаным. Қалыңыз қалай, апа? Қалым жақсы жаным. Сендердің арқаларыңда жүрдім. Кішкене мына 2 аяғым ісіп, созып жатамайдым. Қазір Құдайға шүкір созамын, бүктеп жатам, ашық жатамайды, жақсы. Енді осы кішкене ада болып бара жатыр, соған енді заказ берсем ба деп балаларға сөйтіп отырғанда әйтеуір той болып кетеді, ремонт болып кетеді. Сонымен 15 күнде аз ішіп жатырмын. Қазір біздің көрермендеріміз түсінбей қалмасын. Не азайып бара жатыр, не той, не ішіп жатыр деп қырғын сұрақтар келіп қалмасын. Осы нео саумалды қанша уақыт болды ішіп? Осы саумалды балам айтты бір күн. Апам, мама деді, саумал алып берейін ба деді. Ойбай, саумалды әшейін ішіп жүрмін, ол жақпай жатыр ғой деген. Мама капсул шықты деді. Сөйтіп еді, ой білмеймін, жағама жақпаймын, оның үстіне күнде 10 дәрі ішемін, ол көп болып кетеді ғой дедім де қойдым. Бір күн телевизордан көріп отырсам, өзің сөйлеп жатыр екенсің, балам. Сол күні заказ бердім. 2 сағатта ма, 2 күннен кейін алып келді. Содан апа екеуден іше бер деді, екеуден іше бердім. Не болса тағы біреуден іше бердім. Ішкеннен кейін тек бір жақсы сезіндім өзім. Асқазан, тамақ ішкім келмей тұратын, тамақ, аппетит ашылды. Сосын кейін подружкаларым звондап айтты, мен осындай саумал ішіп жатырмын, жақсы болып жатырмын, алып іше берші. Туысқандарым звондады, алып ішіңдер, жақсы екен деген. Содан демалмай іше бердім, 2-ін ағағам мен, 2-ін. Біреуін 1 ай толық іштім да. Енді жартысына келгенде ішінде азайттым. Ада болып баратыр ғой. Ойбай, мынаны ада болып қалған кейін. Қимай баратсыз ғой. Қимай қалама деп. Сөйтіп іштім. Мама ішкім келсе тағы әперем деп сөйтіп алам. Содан кейін әперсең көрем ғой деп. Қызы звондады. Апа, дәрің бітіп қалды. Бітейін деп жатыр қызым деп. Онда мен заказ беріп сізге жіберем деді. Апа, саумалды ішуге не себеп болды? Қай жеріңіз ауыратын еді? Аяғымнан басамай қалдым, 2 тіземнен ше. Аяқ тырысады, салмаған оқылым жоқ. Доғдыр шақырамыз күнде, сақырым бар. Сақыр көтеріліп кетеді, давление көт. Қазір сақырым жақсы. 18, 20, 25 болып кететін, қазір жақсы. Қазіргі таңда қанша көрсетті? Қазір енді 10, 12, 8, сондай. Ал қан қысымыңыз? 180, 200, 220-ға көтеріліп кететін. Қайта-қайта скорый шақырып, қайта-қайта. Қазір енді ондай жоқ. Қазір енді жедел жәрдемдің мазасын алып жатқан жоқсыз ғой? Іші барысын алдында 2-ден, кешке 2 ішіңіз, азанда 2 ішіңіз деген. Соны ішкеннен кейін маған 2 аяғым айтып отырмын, ісігі басылды. Аяғым жүрем, аяғымды созып жатамайтын, созсам тырысып қалатын. Оның бәрі кетті. Енді апасы жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, басында 2-2-ден ішетін, одан кейін ада болып қала ма деп азайтып жатырмын деп. Бекер азайтқан екен. Мамандардың тағайындаған арнайы курсын ішу тәртібін апа бұзуға болмайды. Ол ада болып қалады деп. 15 күн болып қалды ғой сол. 2-ден ішіп қоям, кейде 1-ден ішіп қоям. Ойпырмай, мынау ада болады, мына қызым да звондамай қойды. Мына менікі ада болып баратыр, мен саумалым деп айтып қоям балаларға. Сөйтіп отырғанда Құдайдың несімен өздеріңіз звондап қалдыңдар ғой. Ағаркен ма, қыздың аты. Апа, осы Құда қаласа жеткізіп береміз деген. Звондасам, ана кішкентай немерем бар, сол сотканы алып қояды да. Звондағанын аламай қалам ау деп ойлаймын өзім. Сізге қоңырау шалған болу керек. Болды, шалды. Демек, немереңіз ұялы телефоныңызды алып. Бұл жерде сіз енді немереңізбен шағыстырайын деп жатқан жоқпыз, апа?
иммунитетім жақсы. Жүре алмай қалғым айтып отырмын ғой, жүре алмай ауып, балалар сүйіп, Құдайға тәуба, қазір көзім көрмеген өміз өзім кіріп шыққан. Айтып жатырмын, ей алыңдар, мынау тек өте пайдалы нәрсе екен, тек осындай шығарғандарыңа Құдай жеміс табысты берсін сендерге. Қызым көріңдер, Құдайдың берген немересі бар, 28 шөберем бар, 15 немерем бар, олардан көріп жатқан енді баланыкінен енді Құдай қаласа 2 студент бар, 4-еу. Құдайға шүкір жаман емеспін, балам ақшамен енді алып береді балаларым. Құдайға тауба, мынаны осыны шығарып біздің денсаулығымызды, біздің батамызды алып жатқанға біз құсап шөбере көріңдер, немере көріңдер. Ой, бәрекелді апа, біз әлі кетейін деп тұрған жоқпыз. Дәл қазір мен біздің көрермендерге айтқым келіп отырғаны, өздеріңіз қазір міне көріп тыңдап естіп отырсыздар. Біз ешкімнің аузына сөз салып бермейміз. Төменде көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар. Сіздердің денсаулықтарыңызға байланысты біздің мамандар сіздерге кеңес береді. Қанша мөлшерде ішу керек, барлығын сіздерге тізіп дұрыстап айтып жеткізіп береді. Тапсырыс беріңіздер. Банк қосымшасы арқылы бөліп төлеу қарастырылған. Және де орталықтың атынан да пайызсыз бөліп төлеп ала аласыздар. Журнал беріледі. Журналдың ішінде барлық құжаттар, сертификаттар, лицензиялар толықтай берілген. Қандай дәрілерді алып қойдым, көзім көрмей қалған. Қайта Құдайға шүкір көріп, сендерді анық көрмесем де көріп отырмын. Бұрын сонда мүлдем көрмейтінсіз? Мүлдем көрмейді. Мына көзім вообще көрмейді, мына көзім енді көреді, сәл-сәл жолымды білемін. Апа, рас айтып отырсыз ба? Нео саумалды ішкеннен кейін сіздің көзіңіздің көру қабілеті жақсарған. Соны Құдайдан сұранып жатамыз, осы саумалдың несі бар ау деп. Менен кейін сабын бердіңдер ғой. Сол сабынды кәдімгідей ашытып бүйтіп тұрып, кешке жатар кезде бүйтіп жуып барып көзімді сүртіп жасам. Кәдімгі иллюстралға жарық көрем. Бір телевизорден бір кемпір айтты. Осы менің көзіме осы сабының пайдасы тиіп жатыр деп. Мен де жуайыншы деп соны жуып жүрмін. Содан бері көзім кешке жақын жатқанда кәдімгідей көзім ана иллюстраларды анық көрем. Бұл Жанаттың немесе менің сөзім емес, бұл апамның сөзі, апамыздың айтып отырғаны. Ал бұл апамыз теледидардан көргенін, естігенінен кейін барып, сол сабынға назар аударған. Оған дейін біздің саумалды ішкеннің арқасында мына қазір апамыздың осындай жақсы жетістікке жетіп отырған жайы. Апа, мына өзіңіз пісірген күлше ма? Өзім істеп берем, ана пешке салады олар. Етімнің кішкене қалған соғымдарынан асып қойдым, оны жеңдер отырып. Сендер жесін деп алдырып, ана жаққа жинап тастады, ойбай неге жинадың деп атып келінге. Жеңдер. Қанша уақыттай болды учетта тұрғаныңызға? Мен инсулин салғаным өзіне 20 жыл болды. 2 операцияға түстім. Біреуін жаңағы бүйрегімнен тасалдырдым, жолшымды алдырып тастадым. Сол қалай пайда болды, солай осы сахар деген бәле пайда болды. Енді жаңағы банк құтыңыздың ішіндегі саумалды аямай іше беріңіз. Біз сізге Алматыдан міне бүгіннен бастап 2 капсуладан жалғастырыңыз. Орамалымыз бар. Ой, рахмет. Аяғыңызға апа жауып жіберейін орамалыңызды. Ой, рахмет жаным, жастарың ұзақ болсын. Мың жасаңыз апа. Тапқандарыңа Құдай береке берсін. Тендеріңе саулық берсін. Мен немере шөбере көріп, бала шағаның рахатын көріңдер. Айтқаныңыз келсін. Апа, мынау сізге 3 құты алып келдік. Енді бұны емін еркін апа ішерсіз. Біздің көрермендерге, біздерге айтарыңыз болса? Көріңдер, не айтам тек, мынау айтып жатырмын, алыңдар, мынадан жаман болмайсыңдар, ішіп жатырмыз, денсаулығымыз жақсы болып, тұра алмай атқадан жүріп, аяқ деген ісіп, неше жылын жұмысты істедік, аяғымызға суық дейді, әйтеуір жүре алмай қалып еді, ол жақсы. Осы саумалдың арқасы. Осы балаларым таразыға неге келмейді екен деп бір рет айттым. Міне Құдайдың құдіреті, ешкімге жаманшылығым жоқ, ешкімге нем жоқ, Алла тағала өздері айдап келді сендерді балам. Мен де Құдай тегін жаратқан адам емеспін, өскен жерден шыққан адаммын. Құдай қуат берсін сендерге, тендерің сау болсын. Соны өзім жатып айтам да, бәрі жерді аралап кетті. Ақтауда жүр, Атырауда жүр, бізге қашан келер екен деп қоям ғой. Арманым орындалды дейсіз ғой. Арманым орындалды, сендерді армандарым орындалсын. Жұмыстарың табысты болсын жаным. Құрметті көрермен, төменде көрсетілген нөмір қосулы. Біздің орталықтың, саулықтың сыры орталығының мамандары сіздердің сұрақтарыңызға жауап береді. Қоштаспаймыз, аман, сау болыңыздар.